Бірде орманда аңдардың патшасы Арыстан бәйге жариялапты. Ол үлкен қазанға суды қайнатты да, осы суды кім ішіп қойса, көп сыйлық беремін, депті. Аңдар бірінен соң бірі келеді, бірақ қайнаған суды ішуге батылы жоқ екен. Ең соңында ойнақтай басып қоян келеді. Ол қып-қызыл шоқта тұрған қазанды көтеріп, суды ыстықтай ішуді жақсы көремін, деп жан-жағына қарайды. Аңдар таң-тамаша болып, қоянның не істейтінін көруге асығады. Қоян ұзын қатар тізілген аңдарды басынан аяғына дейін аралап жүріп, "Мінеки достарым, ыстық су, көздеріңізбен көріңдер, сенбестік танытпаңдар", деп көрсетеді. Қазандағы су осылайша суып қалады, ал қоян қулығын асыра отырып, суды басына көтеріп, сіміріп алады. Таңданған аңдар ауыздарын ашып, көздерін жұмады. Олар қоянға қызыға қарай бастайды. "Нағыз ер", деп мақтайды. Сөйтіп тапқыр қоян айлалы аңдардың бәрінен озып, көп сыйлыққа ие болыпты. Аңдар сол күні бір нәрсені түсінген екен. Күш пен батылдық әрдайым жеңіске жеткізе бермейді, ал ақыл мен тапқырлық кез келген қиындықтан жол табады. Келесі қызық ертегіні көру үшін арнама жазыл.